саламатсыздар ме? Мен Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің білім алушысы Рамазан Мейіржан Думанұлымын. Қазіргі таңда радиоэлектроника және телекоммуникация мамандығы бойынша екінші курс оқып жатырмын. Бүгін мен сіздерге каскад және каскад-П оқу стенді туралы айтып беремін. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты каскадтың не екенін түсіндіру және қалай жұмыс істейтінін практика жүзінде көрсету. Сонымен қатар каскадтың электрондық құрылғыларының рөлін түсіндіру. Каскад-П стенді арқылы практикалық дағдыларды дамыту. Каскад бұл электрондық, каскад дегеніміз не екенін айта кетейін. Каскад бұл электрондық схеманың бір бөлігі немесе бір сатысы. Әр каскад белгілі бір қызмет атқарады. Мысалы, сигналды күшейту, тоқты басқару немесе өңдеу. Қарапайым тілмен айтқанда, каскад бұл үлкен бір схеманың бір қадамы, бірнеше каскад бірігіп толық жұмыс істейтін электрондық құрылғыны құрайды. Каскадтың қай жерде қолданылатынын айта кетейін. Дыбыс күшейткіш құрылғыларда, радио және теледидарда, байланыс жүйелерінде, компьютер және автономика құрылғыларында, яғни біз күнделікті қолданып жүрген техниканың ішінде каскадтар жұмыс жасайды. Ал енді каскадта жасалатын негізгі 3 тәжірибеге көшейік. Бірінші тәжірибеміз. Бұл тәжірибеде біз электромагнит жасаймыз. Тоқ жүргізген кезде сым айналасына магнит өрісі пайда болады. Ал тоқты өшірсек, магнит өрісі жоғалып кетеді. Бұл бізге тоқ пен электромагниттің байланысын көрсетеді. Біздің үшінші тәжірибеміз моторчик тәжірибесі. Бұл тәжірибеде электр қозғалтқышын қосамыз. Каскад арқылы моторды қосуға, өшіруге және олардың жұмысын басқаруға болады. Бұл электр энергиясын қозғалыс энергиясына айналдыруды көрсетеді. Жобаның нәтижесінде каскад жұмыс істеп тұр. Теория білім тәжірибе арқылы бекітілді. Электр тоғы мен магнит өрісі қозғалысы арасындағы байланыс көрінді. Практикалық дағдылар дамыды. Осының бәрін қорытындылай келсек, каскад электрониканың негізгі және маңызды бір бөлігі. Ол әртүрлі құрылғылардың жұмыс істеуіне көмектеседі. Ал каскад-П стенді арқылы біз теорияны практика жүзінде көрсете аламыз. Назарларыңызға рахмет.